Ал достар, тағы да қайырлы күн, сәлематсыздар ма? Енді біз Аружан есімді қызымыздың психоматрицасын шығаратын боламыз. Ол кісі маған комментарийда өзінің дата рождениесін жіберіпті. Біздің жасайтын бірінші амалымыз барлығын қосып шығамыз. 3, мен енді нөлдерді алмаймын, өйткені тағы да айтамын, нөлдің ешқандай значениесі жоқ нумерологияда. Әсіресе мынандай нөлдеріне психоматрица шығаратын кезде, бірінші амалын шығаратын кезде 2 қосылған 4. Бізде жалпы қосымша сан 12. Бірінші, екінші жасайтын біздің амалымыз 1 қосылған 2, 3. Екінші қосымша санымыз. Үшінші жасайтын амалымыз 12-ден 2-ні. Бұл бізде тағы да айтам, Пифагор психоматрицасының формуласы бұл кез келген жүреді. 3-ті аламыз. Бізде көбейту амалы бірінші орындалады. 6, 12-ден 6-ны алсақ, 6 шығады. 4, 6-ның өзі шығады. Мына жер бізде 3-ші қосымша санымыз, мынау біздің 4-ші қосымша санымыз. Енді 5-ші жасайтын амалымыз 2004 03 03 минус 12 минус 3 минус 6 минус 6-ны аламыз. Енді достар есептеміз. 2004 минус 3 минус 3 минус 12 минус 3 минус 6 минус 6 1971. Енді біз психоматрицаны былай шығарамыз. Енді менің сызығыма қатты мән бермеңіздер. Ең бастысы сандар дұрыс шықса болды. Енді бір-бірліктерді қараймыз. Бұл кісіде бір-бірлік 1, мында 2. Жақшаның ішіне 2 бірлік жазамыз. 2-ден іздеміз. 2-ден 1, 2, 2, 2 бар, 2-ліктің орнына қоямыз. 3-ті іздеміз. 1, 3 бар, 2, 3 бар, 3, 3, 3 бар. Интересі өте мықты деп айтсақ болады бұндай кісіні. 4, 1, 4-тігі бар. 5-ке келетін болсақ, бізде 5 жоқ. 6, 2, 6 бар. 7-ден шақшаның ішінде 1, 7 бар, 8-ді іздейміз. 8 жоқ. 9, 1, 9 бар. Шақшаның ішінде. Енді жалпы санды санап шығатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 болып саналады. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Психоматрица бізде дұрыс, яғни мына сандарды мында көшірдік. Мына жақтағы шыққан сандар міндетті түрде жақшаның ішіне алынады. Яғни бұл характерді дамытуға болады, әрі қарай жұмыс жасауға болады деген сөз. Кешірім өтінем. Ал бұл Аружан деген қызымыздың енді мінезін айта кететін болсақ, жалпы наны дамытса болады деді. Кармический адам, жалпы айналасына, бауырларына көмектескен кезде бұл кісінің жолы ашыла береді. Сонымен қатар енді 2 бірлікті біз жоққа шығара алмаймыз. Мінезі кез келген ортаға оңай сіңісіп кете алады деп айта аламын. Общительная, 2-2-лігі бар. Энергиясы өте жақсы, энергия бере алады, энергия алады адамдармен. 3-тігіне келетін болса, қызығушылығы өте жоғары. Барлығына қызығады. Әсіресе бір нәрсені білсе, түбіне дейін зерттейді. Үйге мысалға керек емес дүниелердің барлығын жинай беру мүмкін. Жаңағыдай барлығына қызығып, ананта үйге ала беру мүмкін.
Сондықтан мұндай кісілерге көбінесе шкафты айына бір рет немесе 2 айда бір рет тазартып, керек емес дүниелерді лақтыру керек. Енді менің кішкене тамағым ауырып тұр, сондықтан да мені кішкене түсініңіздер деп айтқым келеді. Аружан есімді қызға уәде беріп қойғандықтан мен бүгін сіздерге шығып отырмын. 4 санына келетін болсақ, бір 4-тік бар. Мінезінде туа бітті сабырлық бар, шыдамдылық бар деп айталам. Бірақ, конечно, адам болған соң шыдамайтын, шыдамсызданып кететінде кездер болып тұрады, 5-тік жоқ, визуалды түрде көп армандағанды жақсы көреді деп айталам. Арман ол өте жақсы, себебі сіздің де, менің де ұстап отқан телефонымызды болсын, дүниелерді болсын, когда-да бір кісілер армандаған, осындай дүние шығарсам екен деген сияқты. Қазіргі таңда сол дүниесімен жұмыс жасап, арманына жетіп отыр. Сондықтан да әрқашан арман адамды алдыға жетелейді деп айталам. Психоматрицада 2-6-лық кездесіп тұр. Бұл кісіні өте еңбекқор, физикалық тұрғыда да еңбекқор деп айталам. Негізі оңайлықпен шаршамайды. Және де алтын қолды адам деп айталамын. Болашақта немесе қазір 2004 жылғы 16 жаста тамақты өте жақсы дайындайды. Выпечка болсын, торт болсын, болашақта осы салаларда жұмыс жасаса, толықтай табысты болатыны анық. Байлықтың потогы ашық, ақшаның потогы ашық деп айталамын бұл кісіге. Дүние тапқыш, ақша тапқыш кісі, болашақта жеті, енді ақшаның ішінде болса да бұл жетілік бар. Сондықтан да туа бітті әйел бақытты берілген деп айталамын. Жолы болғыш, бірақ ақ көңіл, көп адамдарға жоқ деп айталмайды. Барлығына көмектескісі келіп тұрады, сонымен қатар тез назарланып қалады. Әрдайымда дұғада жүру керек, әсіресе Ясин сүресін көп оқу керек, Құранның жүрегі деп жатамыз. Ясин ол тіл көзден сақтайды деп айтсам да болады. 8 жоқ, чувство долга қатты жоқ, яғни ешкімнің алдында өзін міндеттімін деп санамайды. 9 енді бұл памятті адам духовны жағынан өсіретін 9 ғой, енді бұны дамытуға болады. Жақшаның ішінде тұр ең бастысы. Артық тұстары общительная, жан-жақты қызығушылығы өте жоғары, қолы алтын, кез келген дүниені күшті жасайды. Айтқаннан қайтпайтын адамдар, дегеніне жетпей қоймайтын адамдар деп айтсам болады. Сол минус жақтары енді оны ары қарай жұмыс жасауға болады, чувство долганы көтеруге болады, Сонымен қатар 9 памятті духовны жағынан, рухани жағынан өсуге болады. Өте керемет психоматрицасы, керемет, болашағы жарқын деп айтсам болады. Аружанға тек сәттілік тілейміз. Ал достар, сіздерге де психоматрица керек болса, комментарийға Аружан сияқты, біздің Айдана сияқты өздеріңіздің дата рожденияларыңызды жазып жерсеңіз болады. Мен қуана сіздермен жұмыс жасаймын. Сіздермен жұмыс жасаған маған өте қатты ұнайды. Инстаграм желісінен мені тауып, сонда да жазып тұрсаңыз болады. Жалпы тамағыма байланысты сіздерден айып етпеңіздер, тағы да ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, ұнамаса дизлайк қойып кетсеңіздер болады. Жақсы, рахмет, үлкен сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы.